Хей, қосыр подкасттың бүгінгі санына қош келдіңіздер. Бүгінгі санымыз кішкене сәл бөлектеу болады. Өйткені әрбір адамға керекті, біліп жүрсе артық болмайтындай бір деректерді айта кететін боламыз. Айта кеткенде жай мысалы жекеміз бір-бірімізге сұрақ ретінде қойып, оны табу арқылы жаңа бір-бірімізбен жарысайық деп отырмыз. Жеңгенімізге сыйлық қоямыз. Сұрақты болғанда бір-бірімізге көрсеткеніміз жоқ. Сондықтан әділ болады деген ойдамыз. Бастайық. Кім бастасын? 100-ден астам улы өсімдік өсетін үлкен бір бақша бар. Жаңағы үкімет тарапынан қорылған сондай бір бақша. 100-ден астам улы өсімдік өсетін бақша. Оған жаңа туристер өте көп келеді оны көру үшін. Бұл қай жерде? Өсімдік өседі, гүл өсімдік. Мен саған таңдау берейін. Бразил, Америка, Египет, Англия. Бразилия, Америка, Египет, Англия. Бразилия мен Американың біреу шығар деп ойлаймын да. Өйткені жаңағы көптеген өсімдіктер Бразилияда өседі деп көп естимін да. Немелердің кофедердің неменесін Бразилиядан алады. Және басқа да шөптер өседі. Америкада енді бұзықтық жағына көп қой негізі. Бұзық болғаннан кейін Америка ма деп ойлаймын да. Бразилия. Бразилия ма? Соңғы жауабым ба? Бразилия, соңғы жауабым. Yes, қателестің де. Англия. Жауап Англия. Англияда болған кезде жаңа Poison Garden деген жаңа атыммен бүйтіп жақындасып есімде болатын. Poison Garden деген бар екен. Бұл болған кезде жаңа 300 жыл болған. Алғаш жаңа құрылғаннан бері бұл бақша болған. 3 ғасыр өткен жаңа 100-ден астам улы өсімдік өсетін сондай бір бақша. Бұл адамдар да жаңа оны көру үшін өте көп келеді екен бұл жерге. Менің сұрағым. Бұл өте тез жауап беретін сұрақ. Мен 3-ден санайын, алдынан айтып қойайын. Піл мен жирафтың қайсысы ұзын? 1, 2, 3. Жираф па? 50 төліп алмайсың ба? Жираф ұзын. Тез-тезден кезде кейбір адамдар сасқалықтағанда асыққан кезде немене піл деп айта салады. Піл болғанда көлемі жағынан үлкен да, ал енді бойының ұзындық жағынан қанша денесі кішкентай болса да немененің жирафтың бойы ұзын. Және жираф болғанда ұзындық жағынан жаңағы 8 метрге дейін өсуге болады екен. Өкінішке орай жауап дұрыс. Саған қай сұрақты қоямын дегенде, саған бір қызықты сұрақ қояйын. Менің сұрағым болғанда, дүниедегі ең қатты шыққан, айғайлаған дауыс қай жерде болған? Бір адамның дауысы. Елдің атын айтсаң болды. Бір адам қатты айғайлаған дауыс арқылы Гиннестің кітабына жазылған. Рекордтарға жазылған дауыс ғой. Елдің аты бар ма? Соңғы көрмесең. Біріншісі солтүстік Ирландия, екіншісі Қытай, үшіншісі Америка, төртіншісі Гана. Қытай ма? Қытайда көп айғайлайды. Көп адам бар дегенің ба? Көп адам бар. Бір-бірін естім, айғайлап шақырады. Қытай мекен немесе Америка. Саған сәл жақындатып айтайын. Бұл болғанда жаңа арнайы бір дауыстың жарысында. Дауыс жарыс болады екен. Дауыстың жаңа қатты өлшейтін дауысында, сондай жарыста рекорд кітабына жазылған. Америкада ма? Соңғы жауабым. Америка. Теріс. Солтүстік Ирландияда. Бұл болған кезде 1994 жылы болған жаңа жарыс екен. Бұл болғанда жай бір мектептің бір мұғалімі Гиннестің кітабына кірген. Мұғалімдер жауапсыз қатты айғайлайтын болады. Бұл жарысқа болған кезде Планаган деген бір мұғалім жарысқа қатысып, 121,7 декибел дауыстың есіне жеткен. Сондай бір рекорд. Оқушыларға айғайлап жатты болған деген. Мен сұрағым онда 2026 жылы әлемдегі алғашқы триллионер адам пайда болады деп Forbes журналына атын жариялаған екен. Сол адам кім? Forbes журналы шығарып отыр ғой енді. Доллар ғой, доллармен есептегенде, доллармен. Қазіргі бай адамдардың ішінен, алғашқы әлемдегі ең үлкен байлардың ішінен. Илон Маск шығуы мүмкін. Илон Маск болуы керек. Жарайды, мен саған таңдау айтып берейін. Біріншісі болғанда Билл Гейтс, екіншісі болғанда Джек Ма, үшіншісі болған кезде Джефф Безос, төртіншісі болғанда Дональд Трамп. Илон Маск жоқ екен ішінде. Илон Маск жоқ болатын. Қазіргі байлар енді мүмкін Билл Гейтс қой. Қазіргі кездегі бірінші бай болып. Қазіргі мысалы бай, оның мысалы компаниясында да келешегі бар,
компания болғандықтан шағымызға байланысты қараған кезде оның жаңағы орнын көп басқаға бере қою сәл қиындау енді. Бірақ жауап болған кезде шынымен Джефф Безос екен дейсің ғой. Билл Гейтс емес, Джефф Безос екен. Amazon компаниясының құрушы. Бұның неге дейтін болса, жаңағы биылғы болғанда жаңағы дүние мүлкі табысы 34 тоннадан 7%-ке қосылған екен. Биылғы бизнес жоғарылаған екен. Осы көрсеткіште ұстап тұра алатын болса, 2026 жыл деген кезде жаңағы алғашқы триллионер адам болуы мүмкін деген сондай немене шығарған екен. Сотқа бар екен. Менің келесі сұрағым онда. Дүние жүзіндегі ең сирек кездесетін қанның түрі. Мысалы, қанның түрлері бар ғой, нөйіл алу, нөйіл қосу деген сияқты. Жоқсағанның ең сирек кездесетін түрі. Таңдау жоқ па не? Тура айтайын ба? Таңдау. Біріншісі нөйіл қосу, екіншісі нөйіл алу, үшіншісі тура нөйіл, төртіншісі болған кезде ей қосу. Окей. Ең аз дегенде, ең аз қан дегенде ей қосу ма? Кішкене тиейін деп тимей кеттің деген ба? Жауабың қате. Бұл болғанда жаңағы ерейсін ол деген түр екен. Бұл тура арнайы бір қанның түрі деп айтуға да келіңкіремейді екен. Өйткені көбінесе ғалымдар бұл қанның түрі емес, аурудың бір түрі деп айтады екен. Бірақ көптеген адамдар бұның қанның түрі деп көреді екен. Бұл болған кезде дүние жүзінде 7-8 миллиард адам бар ғой. Бұның ішінде тек қана 43 адамда ғана бар екен. Бұл аз екен ғой. Бұны болғанда жаңа алтын қан, golden blood деп жүрдік. Шынымен естімеген жаңалық екен. Жарайды. Менікі онда мен саған қандай қиын сұрақ қойсам болады. Gen Z дегеніміз, Generation Z дегеніміз кімдер? Generation Z дегеніміз кімдер? Generation Z дегеніміз кімді айтуға болады? Generation Z деген досы кезден көп айтылып жүр ғой енді. Осы заманның адамдары деп. Бірақ мен сөйтіп қараған кезде, бірақ мен оған кірмей қалыппын. Ескі заманның адамы болып кеткен сияқтымын. Бұл негізі 1995-тен жоғарғы туған адамдар болу керек негізі. Жауабың негізі маңайлап барды. Негізі бұл адамдар 1996-дан жоғары қарайғы туған 2018-ге дейінгі жастарды Generation Z деп айтар екен. 2018-ден кейін туғандар ғой. 2018-ден болғанда мынадай екен. Техник технологияның дамыған кезеңінде бірге дамыған баладар деп айтып екен. Жарты телефонмен бірге жатып бірге тұратын баладар. Ал 2018-ден кейінгілер болған кезде техник технология дамығаннан кейін одар болғанда жаңа әліпбадар, көшбасшылар деп айтар екен. Онда менің сұрағым, сенен қандай сұрақ сұрайын деген кезде, сенің білетін шығарсың мына сұрақты. Адам денесінде қанша сүйек бар? Адам денесінде өте көп сүйек бар. Немендер бар ма? Таңдаулар? A108, B206, C196, D348. Жалпы ұсақ сүйектермен, үлкен сүйектермен деп қосқан кезде негізі 206 сүйек болуы мүмкін. 206 ма? Дәл таптың деген бар. Жарайды, мен сенен бір тарихи сұрақ қояйын, жаңа өзімізге байланысты, біздің өлкемізге байланысты. Монғолияға алғаш қазақтар қай жылы қоныс тепкен? Негізі өтініш білдіріп кірген жылы, алдын өсті деп айтады ғой. Монғолияға қазақтардың кіріп келген уақыты. Біздің атамыз 40 жыл туған, одан бұрын көшіп келдік деп жатады. Сонда негіз 20-шы жылдары, тәуелсіздіктен кейін деп ойлаған кезде 20-дан 30 аралығында негіз келген болу керек. Дәл уақытын білмей тұр. Таяп қалдым. Бұның жауабы 1912 жылы. Негізі мен саған таңдау берген болсам тапқандай едің. 1912 жылы алғаш қоныс тепкен екен. Бұнда болған кезде Болт Жабысымдамбы деген Моңғол мемлекетінің қанынан алғаш жаңағы біздің қазақ 400 үй келіп өтініш білдіріп жаңағы хат жолдау арқылы Моңғол мемлекетіне кіріп алдын үстіне жаңағы азаматы Қобда аймағына қарасты бір елді мекен болып, одан кейін жаңағы 1940 жылы алғаш жеке аймақ болған. Онда мен де сол жаңағы сен сұраған сұраққа байланысты бір сұрақ сұрайын. Біздің өлкеге байланысты. Біздің баян өлгейдің бір сұмыны болып тұрып, 1955 жылы Қобданың бір сұмыны болған бір сұмын бар. Ол сұмын қандай сұмын? Асы жарғылынд, басы қобд, си ердің өрін, ди дәріп. Жарғылынд, қобд, ердің өрін, дәріп. Дәріпіміз қай жағын деді?
мен жақсында картасы елестемей тұр да. Дәріп деген жақынлықтар сөйлеп тұр аймаққа жақын. Соңғы жауабым. Дәріп па? Досқа қоңырау шалайсыз дейсің ғой. 50-50 алайын деп. Жарайды. Дәріп. Соңғы жауабым? Жа. Бұл болғанда қауіпті сұмын екен. 1946 жылы жаңағы қауіпті сұмын алғаш орнап, одан кейін 1955 жылы болғанда қобданың сұмыны болып ауысқан екен. Бұнда болғанда көбінде қазақтар өмір сүреді осы кезде. Мен күзде жұмыс бабымен бардым, соның бірақ қазақтар көшедегі жүрген адамдар да, жалпылай кезген адамдар. Жалпы қалыпқа қызығы сонда қобда аймағының қобда сұмыны жаңағы қобдаға жақын бола тұра аймақтың сұмыны болып кезінде аймақтың неместе тұрған екен ғой. Иә. Жарайды, андағы да білмеген жақсы сұрақ екен. Келесі сұрағым болған кезде, бұл енді көп адамдар білетін сұрақ, енді сен білесің ба, білмейсің ба, білмедім. Қарапайым сұрақ. Дүние жүзіне әсер еткен үш алма туралы. Үш алма дүние жүзіне әсер еткен. Қандай алмадар дегенің ба? Қандай алмадар? Біріншісі епті. Иә. Екіншісі неме алмада үшті? Үш алма болған. Сен үшіншісінен бастап айттың. Оның алдындағы кезеңде деп болған. Мен саған таятып берейін. Оның алдында ашқан бір жаңалық болғанда алмаға байланысты. Одан кейін техник технология дамыған ғасырда білетін нәрсе болды. Алманы бір тістеген кезде епті пайда болған. Ал енді бір алма болған кезде енді бір алма болғанда немене әлеует естерінің басына алма түскен ағаштың түбінде отырғанда соның жердің тартылыс күші пайда болды. Оның алдындағы алма болған кезде жаңағы адам аты мен қауаны жемейтін алманы жеп жерге түскен. Сондай үш алма болған. Сондай үш алма болған екен. Онда менің де соңғы сұрағым. Заманауи сұрақ. iPhone-ның ең көп сатылған моделі қайсы модель? A-сы 5C, 5S, B 6, 6 Plus, C 8, 8 Plus, D XS, XS Max. 5 пен 6-сының біреуі ма деп ойлаймын да. Өйткені XS Max-тар шыққалы көп болған жоқ қой. Бірақ соңғы модельдер шыққан кезде алғашқы модельдерін өндірмей тастайды ғой. Иә, өндіріс тоқталады тағы да. Сонысына қарасақ, 5-сі болған кезде дизайны 4-3-те бөлек болып шыққан, иә. Одан 6-сы деген анандай дизайны бөлек, 7 анау. 5 пен 6-тың біреуі шығар мен ойымша. 5 пен 6-тың біреуі. Соңғы жауабым. 6 дейсіз ба? 6 Plus, иә, 6 Plus. Соңғы жауабым. Соңғы жауабы сол ма? Соңғы жауабым 6 Plus. Жауабың дұрыс. 6 Plus. Бұл болған кезде 222 миллион шіркек сатылыпты. Көп сатылымға шыққан түр екен енді. Бүгінгі санымыз аяқталып жатыр. Сіздерге керекті деректер берген болсақ, достарыңызға бөлісіңіздер, астына комментарий жазыңыздар, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз жаңа жарыстамыз дедік, бұның жаңа нәтижесіне бара алмай қалдық ау. Оны артынан көрген кезде қорытындысын шығарып нететін боламыз. Осындай қызықты тақырыптарды ары қарай қозға дейтін болсаңыздар, және де өздеріңізде ұсыныс болдыратын қызық тақырыптар болса, бізге жолдауыңызға болады. Бүгінгі подкастымызды жүргізген мен Шынарбекұлы Дәулетбек және мен Сұрағанұлы Тілеухан. Келесі подкаст санында кездескенше қош сау болыңыздар.